Сәлем, достар. Келесі выпускқа қош келдіңіздер. Жалғастырайық сразу. Көп мына жақта сөйлемей қояйық та сразу бастап кетейік. Бізде дзюдо бойынша неттік. Енді келесі. Ich, du, RZS қандай мәнін аңғытатұғын білесіз бе? Бұлар неміс тіліндегі алмастықлар. Ich. Нұреке мырза, ағылшын болсын, неміс тілі болсын, басқа француз тілі, испан тілі болсын, бізде бір концепция, сізде барлықтарыңызға қызықты ретінде ақпаратты жеткізу. Біз басында жай ғана жаңағы сөздерді айтқаннан мұғалімдер де солай түсіндіреді мектепте мысалға. Басқа қандай видеолар? Окей. Versprichst du uns nicht zu töten? Scheiße. Ich verspreche, dass ich euch beide sofort töte. Warum bist du nur so? Ich wünschte, das wüsste ich. Nimm ihn ab. Was? Осындай видео кішкене кинодан алып деген сияқты қызықты ретінде кішкене түсіндіру керек. Сосын енді қаралым жинағанда видео бар сияқты мына жақта. 22 000 дегенмен сразу көрейік. Ол жаңағы таргеттен келді ме или өзінен? Неміс тілінде аңгичан тіліндегідей to be, яғни 324 не лайк мүмкін өзіңіз жинаған шығарсыз. болу фейлі бар ма? Әлбетте бар. Неміс тілінде to be. Неге далада түсіріп жатырмыз барлығын? Неміс тіліндегі мен істеймін, сен істейсің, яғни бетлену қалай болады? Ол үшін бізге Жел соғып тұр, енді далада түсіру бір жағынан да жақсы. То есть эксперимент ретінде кішкене жаңағы бір кабинетте отырып сөйлей бермей ретінде далада түсіру жақсы. Бірақ әрбір видео далада болмасыншы. Бізде неміс тілінде шаңарақ ағзаларын айтып үйренейік. Папа, фата, мама. Мен ағылшын бойынша қандай кеңестер бердім, дәл сол кеңестерді жасаңыз, сосын өте аз видео түсірдіңіз, тағы да көп түсіре беріңіз, ары қарай түсіре беріңіз. Репетиторымыз, окей, керемет. Тағы да түсіріңіз, тағы да кішкене қызықты ретінде істеп көріңіз. Бұл туралы мен не ағылшын тіліне қандай кеңестер бердім, дәл сол кеңестер сізге. Кеттік ары қарай. Жігіттер сабақтан қалмау керек. Домбырада ең бас нәрсе дайындық көп болу керек, әйтпесе анау домбыраға қызығып тарта алмай жүретін адамдар болады ғой. Біздер қарап отырған. Окей, қызықты. Бірақ мынау енді мен осының алдында айтқанмын. Бізде 10 сапалы домбыра шерту бойынша көрсетсе, қандай күшті шертіп жатырмыз, қалай оңай екенін көрсету, неге біз домбыра шерту үйрену керекпіз, соның бәрін ашып неткеннен кейін, дұрыстап түсіндіріп неткеннен кейін, арасында мынандай видео салуға болады. Өтіп кетеді, мүмкін өтпейді деген сияқты арасында. Бұл кішкене ойын сауық ретінде жасалынған. Так қызықты істелінген, ары қарай домбырады тартып жерсеңіз, шертіп жерсеңіз де жақсы болар еді бұл жерде. Так, домбырашы, оқытушы, домбыраға үйретсеңіз, так, не бар? Осы мәселе қалай болады? Білмеймін қалай болады. Есімде жоқ. Вообще домбыраға қатысы жоқ видео бізде 205 000 қаралым жинап жатыр. Тиктокқа салғаннан кейін мынау бар ғой, мынау су белгісі, тиктоктың логотипі негізі енді нақты факт емес, бірақ кейде бұл нәрседе кедергі болады қаралым жинауға. Тиктоктың логотипі. Мысалы, сол себеппен бұл тикток енді не ғой, конкурент қой Инстаграм. Сонда осындай салынып жатқан кезде Инстаграм жолын ашқысы келмейді, біреулер тиктокқа кіріп осыны видеоны іздеу үшін. Сондай мынандай белгі қоймаңыздар. Қоймағанымызбен біз мынаны алдық та тиктокқа салдық, сосын соны скачанныйды сала салдық. Лучше әдемілеп нөлден бастап монтаж жасадыңыз ба, сосын спокойно Инстаграмға салыңыз. Жақсы видеолар салуға болады. Бізде Дастан деген жігіт. Кішілер мықты ойнап жатқанында түсіріп, дұрыстап көрсету керек соңында. Неше жаста ол қалай үйреніп алды деген сияқты. Соңында көрсетсек те жақсы болар еді бұл жерде. Жалпы жақсы, өзіңізді күшті әдемілеп ойнап жатқаныңызда да салуға болады. Немесе, окей, жай ғана біздің қазақтардың күйін ойнамайық, мысалға бір жаңағы шетелдің мықты өлеңдерінде де ойнап көріңіз, соларда өтуі де мүмкін, солай да істеп көруге болады. Себебі жай ғана біздің енді өзіміздің күйлерімізде жақсы, әдемі, керемет, мен де қатты ұнатамын, Құрманғазыда қаншама бар деген сияқты. Енді шетелдікінде де істеп көріңіз. Соғанда мүмкін сол аудионы да алыпты біреулерде, мысалға алып сол аудионы өзінің
видеосына салатын шығар мысалы. Шетелдіктінде солай істеп көруге болады. жігіттер Так, салды. келесі кеттік. Холканы қалай кетіреміз? Қазіргі таңда 40 жастан асқан адамдардың арасында үлкен мәселеге айналған бұл холка, яғни мойын омыртқасының арасына жиналған майлар. Вот осы жерден бастау керек еді. Холканы қалай кетіреміз? Опять назар аудартылған жоқ. Холка дегенді көп адам білмейді. Мен бірінші рет естіп тұрмын холка дегенін. Бірақ сіз сосын түсіндіргеннен кейін мен түсіндім ол не екенін. Опять қорқынышты ретінде еще кадрлар, андай кадр көрсетпейсіз бе? Былай тұрады ғой кейбір адамдар. Менікінде де ақырындап шығып бара жатыр ол нәрсе. Менде де бар кішкене. Байқасам кейде айнаға қарасам, мына жағында осындай нәрсе тұр. Мойнымыз былай ровно тұрмаймыз да, кішкене былай тұратынымызды. Сонда көрсетіңіз, дұрыстап фотода көрсетіңіз. Жаңағы фотода көрсетілмеген. Сол нәрседен қалай біз кетіреміз, иә? Бұл холкадан құтылудың бірден бір әдісі Мен білем, қазір сіз сатасыз, бізге келіп, бізде массаж жасаңыз деп айтасыз. массаж. Яғни біз маман ретінде массаж жасау арқылы адамның денесін уқалап, мойын омыртқасындағы спазмаларды жоямыз. Қараңыз, жалпы, жарайды, осындай видеомен шақырғыңыз келеді ма клиенттерді? Қорқыныш аз болды бұл жерде, холкамен, жүре береміз, жарайды. Көп адамдарда бар деп болдық, соны ғана айттық. Ол қандай кедергі болады? Сол холка болғанынан не болады? Басымыз мүмкін содан ауыратын шығар. Немесе солай жүргеннен осылай біз неуверенный адам болып осылай кетеміз ғой осылай. Егер сізде Солай болып қаламыз ғой біз, өйстіп жүреміз ғой солай. Осылай. Ол біздің мысалға жаңа адамдармен сөйлесіп тұрған кезде мүмкін статусымызды түсіретін шығар. Сондай нәрселер, кішкене қорқынышты нәрселер шығару керек те бұл жерде. Жай ғана холка көп адамдарда бар. Оны қалай кетіреміз? Массаж арқылы. Бізге массажға келіңіз. Осылай үш нәрсені ғана сіз былай айтып шығыңыз. Жоқ, келмейміз біз. Келмейміз. Қорқытып, нетіп айтыңыз. Соны жеткізіңіз. Немесе үйдің ішінде қалай оны жасауға болады, не істеп қалай массаж жасау жерге болады деген сияқты сонда кішкене айтыңыз. Оның бәрі істемейді босқа адамдар. Сақтайды, зато көп қаралым болады, бір-біріне жібереді. Жасамайды оның барлығын. Сіз айтсаңыз даже, мына жағын былай істейсіз, осы жағын былай істейсіз деп. Аяғында сосын айтуға болады. Өзіңіз қиналмай жасағыңыз келмесе, бізге келіңіз деген сияқты айтуға болады. Солай, пайдалы ақпараттар көп беріңіз. Пайдалы массаж бойынша эксперт болсаңыз, білесіз ғой, қай жері неге ауырады, не себеппен, сосын ол ауырғаннан кейін, жүре бергеннен кейін, ары қарай қандай мәселелер шығады, соның барлығын қорқытып күшті ақпараттар беріңіз. Кешке дискотекаға барам. холканы Так, дальше. Не деген керемет табиғат. Табиғаттың әсемділігін сіздің үйіңізге сыйлайтын Дагестан. Не деген керемет табиғат. Так, неге біз дивандарды, креслоларды далаға шығарып түсіріп жатырмыз? Окей, ерекше. Ерекше. Бірақ ерекшелікпен ойнаған кезде, білмеймін. Мен дивандарды далаға қоймаймын ғой. Дивандарды үйдің ішіне қоямыз. Үйдің ішінде қалай әдемі көрініп тұрғанын көрсетсек, бұл жерде бұдан да пайдалы болады да бұл. Далаға ешкім қоймайды ғой. Табиғат, біз қызық концепция бар ғой. Не деген әдемі табиғат. Не деп айттық мына жерде сосын? Не деген керемет табиғат. Табиғаттың әсемділігін сіздің үйіңізге сыйлайтын Дагестандық 3-4 Табиғаттың әсемділігін үйге сыйлайтын. Табиғаттың әсемділігін үйге сыйлайтын. Не знаю. Спорно қатты. Табиғат әрине әсемді. Тағы не әсемді мысалға? Закат әсемді. Сол закаттың әсемділігін сыйлайтындай үйге сізге мебель аламыз деген сияқты. Жоқ. Не пойдет. Басқа жағынан ойластыру керек. Біз диванды далаға қоймаймыз ғой. Үйде тұрады ғой. Үйде әдемі тұрғанын көрсетіңіз. Неге сіздің дивандарыңыз қалай күшті тұрады соның үйдің ішінде. Осылай деген сияқты. Ары қарай не деп айтып жатырмыз? фараонды сіздерге ұсынамыз. Дәл қазір мен отырған диванның цветі бежевый цветте және де ұзын. Неге далада түсірдік? Өте қызықты болып тұр. Бұның бар ғой? Не знаю. Қайдан келді деп? Блин, давай арық тұрады ғой, сол жақта арық, сосын табиғат бар ғой, ана жерде күшті әдемі. Давай сол жаққа апарып түсірейік. Дивандар енді кішкентай нәрсе емес еще. Чехолдарды немесе очкилерді қойып жатсақ, жарайды, оны ала саласың да, қоя саласың. Ал дивандар, получается, дивандарды алып сол жаққа қойдыңдар. Неге? Алтын түспен қапталған. Окей, түсіндіріп жатырмыз сосын. Сосын не?
болады. Біздің мекен-жайымыз Абылайхан 39 және де Абылайхан 26. Кез келген жиһаздарыңызды Қазбек жиһаз салонынан ала аласыз. Жоқ. Қазбек жиғас дейді. Үйдің ішінде Әлем достар, түсіреміз. бүгін кезекті клиентіміздің үйіне обзор жасауға келдік. Кеттік бірге көрейік. Вот осылай күшіне көрсетіп, міне қалай ұнады деген сияқты. Сосын пайдалы ақпараттарды беріңіз. Қандай диван таңдау бойынша көмектесіңіз. Қандай диван, қандай квартира, қандай интерьерге үйлесімді болады. Сол жағынан пайдалы ақпараттар мысалы беріңіз. Диванды итак көріп тұрады адамдар. Итак білет сіздің диван екеніңізді сосын түсініп тұрады. Сосын ары қарай уже описаниеге болсын, номер телефоны немесе сізге мына жерге келіп, яғни WhatsApp тұр, сол жаққа жазады мысалға. Логотип и мына жағы өте дешевый болып тұр бар ғой. Мына жер туралы айтайыншы міне. Ашылама былай қазір. Сторис тұрғаннан аватаркасын ашпайды. Ну, примерно көріп тұрсыздар ғой. Не анау Қазбек жиғас мебель еще астына неге Инстаграм салып отырсыз? Зачем? Мына жақта жоқ па Инстаграм? Адам мына не артық нәрсе тұр ғой, ана Қазбек kaz.mebel.kz деп ана жаққа да сыйғыздырып қойып. Зачем? Керек емес. Керек емес нәрсе. Окей, короче. Ёлки-палки, сіздердің фишкаларыңыз ба табиғатта түсіру, или сіздің цехыңыз тура табиғаттың қасында тұрма, сол жерінде тұрма, сол жаққа шығара беріп, давайте мына жерге түсіре берейік деп тұрмыз ба? Неге табиғатта түсіреміз? Білмеймін. Түсінбеймін. Сосын қанша оқырман бар бізде? 11.000 оқырман. 11.000 оқырман, бірақ қаралым сандары вообще сәйкес емес. Мүмкін гифке қатысқан шығарсыз. Гифке қатыссаңыз, жаңа парақша бастаңыз. Кеттік ары қарай. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر. Не мынау? Не болып жатыр вообще? لأجاري Кармин Е120 харам. Кармин! Точно, Кармин Е120, блин! Деп, ондай реакция болмайды адамдарда. Не ол Кармин Е120? Неге ол не, қалай жасалады, қандай тағамдарда кездеседі? Жоқ. Бұлай емес. Сіз айтасыз, біз осындай өнімдерді күнде жейміз. Осындай нәрсені күнде жаңағы бұл бұна Кармин не ішінде бар. Соны біз жейміз, нетеміз, бірақ біз білмейміз. Оның ішінде қандай құрамы бар екен. Оның ішінде адамның ағзасына өте қауіпті харам бір не бар, нәрсе бар ішінде. Сол осындай деген нәрсе. Ол неге харам, ол неге деп сосын ары қарай түсіндіреміз. Жоқ, мынандай нәрсемен түсіндірмейміз. Қарамаймын ары қарай қарамаймын. Осындай сусын деп көрсетеміз, соның ішінде озвучка жасаңыз, өзіңіз қарап түсіндіресіз ба, солай жасаңыз. Я уверен, мына жақта 2-3 видео шығар, екі-ақ видео тұр бұл жерде. 2-ақ видео бар. Гүлмира ханым, әдемілеп өзіңіз шығып түсіндіріңіз, айтыңыз бұл жерде. 2-ақ видео, тағы да 100 видео солай шығарыңыз. Гүлмира, бұндай видеодан ешкім келмейді сізге. Назар аудартамыз, өзіміз шығып түсіндіреміз, шығамыз, айтамыз. Білмейді, ешкім білмейді ол не екен, Кармин деген. Назар аудартылған жоқ, кеттік ары қарай. Ассалаумағалейкум достар. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша. Кімдердің сұрауларыңыз бойынша? Кім сұрады? Вот опять, бұл видеоны, елестетеміз, бұл видеоны жап жаңа оқырман емес, жап жаңа көрермен көреді. Рекомендацияға шығып отыр біздің видеомыз. Ешкім сұраған жоқ. Неге парақшаңыздағы оқырмандар сұрап жатыр ма? Сторисқа салыңыз. Сіздер сұрадыңыз, мен міне салып отырмын деген сияқты. Солай бастаймыз. Заман талабына сай жап жаңа клавиатуралар келді. Ұзақ. Сразу қысқартып жіберуге болады. Біздің компьютерный клубқа жаңа клавиатуралар келді. Сразу ашып жібердік. 2-3 секундтың ішінде уже ашып жіберіп көрсетіп жіберуге болады. Міне, ұзақ болды, сразу. Аштық, алдық клавиатураны, сразу шығарамыз уже несінен. Не клавиатурамда? Ұзақ. Вот, мына жерді сразу. Шық шығардық, опять тағы да 2-3 секундтың ішінде суырып алдық дегенді көрсетті, ары қарай клавиатуралар туралы айтамыз. Аура Cyber Club. Сіз Қазақстандағы ең атақты не емессіз, компьютерный клуб емессіз.
атақты, ең атақты компьютерлік клуб болып жатсаңыз, онда ойлайды, о, аураға жаңа клавиатура келді. Ну-ка, қандай клавиатура қойды деп жатқан сияқты ол адамдар көреді. Сіз ондай емессіз. Сол себеппен түсіндіріңіз, не клавиатура, неге жай ғана жаңа клавиатура. Давайте біз жаңа мусорный шелек қойдық дегенді көрсетіңіз тоже. Біз жаңа люстра қойдық мына жаққа, жаңа ананы көрдік. Сосын қараңыз, жаңа картина қойдық деп. Жаңа мышка қоя салдық, жаңа міне. Болды. Не үшін сіздің компьютерный клубқа келу керек? Жаңа клавиатура қойдық, ол клавиатура осындай, мынандай деген сияқты геймерларға арналған, анау деген сияқты түсіндіресіз, не десіз. Сонымен де шақыртып көмектесіңіз адамға түсінуге, неге сіздің компьютерный клубқа келу керек осы клавиатурамен. Так, кеттік ары қарай. SMM маманысың, көптеген курстар оқыдың, бірақ әлі де проект таба алмай жүрсің бе? Мен саған қалай клиент табудың 3 нақты жолын осы видеоның описаниясына жазып кеттім. Описание жаздым. Түсіндірші, жас маманым менің. Түсіндірші, айтшы, жазбашы. Міне уақыт таптың ғой, далаға шығып, естіп, видеоға сөйлей аласың, күшті, даусың бар. Әдемі сөйлеп тұрсың. Ары қарай түсіндірші, ары қарай. Описаниеға жазба. Описание не деп жазып қойдың, соны айтшы. Соны айтып шығып түсіндірші. Керек емес мына описание деген нәрсең. Описанияны оқып, Алдияр ханым, Алдияр мырза, кешірім сұраймын. Өте аз видео. 9 видео болды. қалай SMM маманы болып, өзіңнің ең алғашқы проектіңді алуға болады? Да, вот, давай, күшті, тақырып ашылды. Білейін, үміттемін, ары қарай түсіндіріп айтамыз. Айтып беремін, ең алдымен маған тіркеліп ал. Менің есімім Алдияр, SMM Reels экспертімін. Мен 15 жасымда өзімнің ең алғашқы проектімді қалай алғанын жайлы айтып берейін. Окей, хорошо. Уже екі тақырып болып кетті бір видеода. Басында қалай біз SMM маман ретінде табамыз, ары қарай екіншіден тағы бір тақырып ашып отырмыз. Мен 15 жасымда қалай таптым. Лучше 15 жасымда қалай мен алғашқы SMM ретінде алғашқы клиент таптым. Ол, кешіріңіз, ол назар аударту дұрысырақ болады бұл жерде. Мен ешқандай реклама. Бірақ түсінемін, екеуі де енді біз бірінші айттық, мен 15 жасымда дәл солай 15 жасымда SMM маман ретінде тауып алдым деп жалғастырсақ та болады. Мен Инстаграмда өзім тұратын қаладағы барлық бизнес парақшаларға жазып шықтым. Өзім жайлы қысқа ақпарат беріп, кейстармен бөлістім. Содан мен Арес бухгалтерия саласындағы ең алғашқы проектімді алдым. Бұдан түйгенім, проект алу үшін, алғашқы табысқа шығу үшін үздіксіз әрекет ете беру керек. Қалай SMM маманы? Жоқ, қатты көп бұл жерде құпия ашқан жоқсыз. Қарапайым нәрсе, әрбір адам қазіргі кезде білет SMM маманы ретінде болсам, так мен SMM-шік болсам, онда парақшаларға жазып шығайыншы. А не жазамыз? Вот соны айтыңызшы. Не жазу керек? Қалай дұрыс жазу керек? Шаблондап осылай бәріне жіберіп тастамаймыз, сұраңыз, айтыңыз, бір апта сізге тегін жүгіріп берейінші деген сияқты. Сол жағынан айтыңызшы, пайдалы ретінде. Мынау пайдалы болған жоқ, мынау просто айттыңыз, что мен қаламдағы 2-3 аккаунтқа жазып шықтым, солай таптым деген сияқты. Жоқ, не пойдет. Так, дальше. SMM маманысың. Алдияр, тәжірибе керек кішкене. Тәжірибе керек. Көріп отырсың ғой, SMM ретінде қандай адамдар мықты видеолар түсіріп салып отыр. Көп пайдалы ақпараттармен түсір, сосын қандай парақшалар жүргіздің, қандай нәтижеге жеткіздің, соны да көрсет. Деген курстар оқып кеттік ары қарай. Қызым соңғы кездер сүтіме тоймай мазасызданып жүр. Қосымша. Опять субтитр ештеңке жоқ, 50%-на сау бол дедік біз. Сүт беруім керек. Қандай сүт берсем екен? Ұзақ кетті. Қандай сүт беру керек? Вообще, тақырып қандай? Ну-ка. Қызым соңғы кездер сүтіме тоймай мазасызданып жүр. Қызым соңғы кезде сүтіме тоймай мазасызданып жүр. Окей. Қосымша сүт беруім керек. Қандай сүт берсем екен? Жоқ, опять сіз атақты адам болып жатсаңыз, онда, мына кісі есіміңіз қазір. Таня, Каримова Таня. Хорошо, Таня ханым, сіз атақты адам болып жатсаңыз, онда бәрі айтып жүреді, Таня қандай таңдады деп асықпай қарап отырады жаңағы. Сіз ашықпай, әкелдіңіз, аштыңыз, неттіңіз, просто музыка ойнап жатыр деген сияқты. Лучше былай айтыңыз. Менің қызым жылап өзім сүтіме тоймай жүр.
педиатрға барып едім, ол да айтып жатыр, оған қосымша сүт нетіп беру керек деген сияқты айтып жатыр. Бұл мәселе көп әйел келіншектерімізде бар, көп адамдарда бар бұндай мәселе. Сол жерде ары қарай ашасыз да айтасыз. Просто так видеода келіп, әкелдік, қойдық, мына жерге сүтін құйып жатырмыз, нет. Ары қарай қазір көрем не болған. Мына ұзақ нәрсені уже көрмей шығып кетеді уже. Соны түсіндіріп айтыңыз кәдімгідей сторителді. Соны айтты, педиатрда керек болады деді. Ол қосымша сүт болмаса, мынандай болып қалуы мүмкін, жаңағы витаминдер жетіспей қалып болуы мүмкін деген сияқты. Сол себеппен ол ары қарай ауырады. Сол себеппен мен ізденіп жүрдім, неше түрлі көрдім, анандай да көрдім, мынандай да көрдім, бірақ керемет бір өнімді таптым. Оның ішінде құрамында мынау бар екен, осылау бар екен, мынандай бар екен. Сол құраммен өте керемет болды, осылай беріп жүрмін, нетіп жүрмін, осылай аяқтаймыз. Солай істейміз. Көре салайық енді ары қарай. Егер де сіздің де сүтіңіздің құнарлығы төмендеп, не болмаса балаңыз мүлдем сүттен шығып қалған болса, сізге ешкі сүтінен дайындалған табиғи халал өнім Нио Куат Милкті ұсынамын. Салып жатыр. Қолдануға болады. 12 витаминдерінің өзіне Вот, айтып жатырмыз не. Мен тура жаңағы концепцияны қалай айттым, солай түсіреміз, короче. Кеттік ары қарай. Ассалаумағалейкум достар. Мен Уағалейкум ассалам. Жеңісұлы Нұрболат, 9 жастамын. Нұрболат мырза, керексіз жерге субтитрді қойып отырмыз, ешкім оқымау үшін. Егер көп уақыт кетірдіңіз, осы субтитрді жазуға, сіз босқа уақытыңызды кетірдіңіз. Қаласының тұрғынымын. 2022 жылдан бері тендер саласымен жұмыс жасап келемін. Қазіргі уақытқа дейін 1000-нан астам тапсырыс қабылдағанбыз. 1000-нан астам шәкіртті тендер саласына үйреттім. Просто сатып жатырмыз, жай ғана сатып жатырмыз. Немен назар аудардық? Бизнесінде дамы. Алейкум достар, мен кәсіпкер Жеңісұлы Нұрболат. Нұрболат мырза, мен всегда айтқандай, бәріне абсолютно пофиг и плевать сіз кімсіз. Нұрболат мырза болсын, кім басында осылай бастайды. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, саламатсыздар ма? Менің есімім Елдос. Мен осы тендер саласында осынша жыл болғаныма пофиг бәріне, қанша жыл болдыңыз, сіз кімсіз екеніңізде абсолютно пофиг. Тақырып өте маңызды тақырып. Көп қаралым жинағыңыз келеді ме? Көп қаралым жинағыңыз келсе, көп адамдардың мәселесін шығару керек ең алдымен. Соны миыңызға құйыңыздар. Жастамын, Атырау қаласының тұрғынымын. 2022 жылда Атырау қаласының тұрғынымын. Давайте еще қай жерде сіз туған жеріңізді айтыңыз, қандай тамақ ұнатасыз, соның барлығын айтпайсыз ба? Өмір баяныңыз сразу айтып жіберіңіз бұл жерде. Тендер саласымен жұмыс жасап келемін. Қазіргі уақытқа дейін 1000-нан астам тапсырыс қабылдағанбыз. 1000-нан астам шәкіртті тендер саласына үйреттім. Қазіргі уақытта өз бизнесімді дамыту мақсатында Шәкерей ханымның айлықтан байлыққа жобасын оқып жатырмын. Бұл жобада Instagram бағытын үйреніп, олай түсірмейміз, олай жасамаймыз. Білім жетіспейді. Алыңызшы, ютубта ашыңызшы, жазыңызшы сол жерге. Уроки SMM деп жазыңызшы тура. Соны асықпай қарап шығыңызшы, не деп түсіру керек, не деп салу керек. Как привлечь внимание через Reels деп жазыңызшы соның бәрін. Сатып алғыңыз келмесе курстарды неше түрлі. Жазыңызшы солай кішкене, зерттеп қарап көріңізші, не істеп не салу керек екен. Жай өзіміз туралы айту, мен осылай неттім, былай неттім деген сияқты нәрселер, ондай нәрселер ешқандай қаралым бермейді. Өзіңіз туралы айту. Ары қарай не бар тағы да? Новый товар коврик көрінбейді, не деп жазылып тұрған. Мына жағында бағасы деп тұр, екі жаққа, неге мына екеуін қасына қоюға болмайды? Жай коврик көрсетіп отырмыз. Қайырлы күн. Бүгін тендер саласынан тапсырыс алып, тапсырыстарымызды жіберге жатырмыз. Мінекей Алматы қаласына жететін тауарымыз, және де оның қасында тұрған мінекей Астана қаласына кететін тауарымыз. Күрек сабымен. Жай товарды көрсеткеннен де адамдар сізге жүгіріп келмейді. Короче, дальше кеттік. Білім жетіспейді. Мә, қыздар, сіздерге күшті шампунь көрсетейінші. Осы Қытайға барғанда ең удачный покупкаларының бірі дәл осы шампуньнен білсем болды. Шашты тек тазалап қана қоймайды, оны емдейді ғой, сенесіздер ме? Бәрімізде шашпен проблема бар ғой. 100% болмаса да 90% әйелдер шашына қайызға, шаш суы, шаштың майлануы. Қараңыз, жалпы жақсы.
жалпы жақсы, мә деген эмоция кішкене қосып жатырмыз. Ол да керемет нәрсе. Робот сияқты сөйлеп жатқан жоқпыз. Как будто мен, в принципе, маған досым болсын, құрбым болсын, маған жіберіп отыр аудио сообщение, и мен соны тыңдап отырмын. Жақсы, ол жағынан жақсы, окей, бұл жерде. Бірақ лучше мәселеден бастаймыз. Мен қиналып жүрдім. Осы шашымды жуып едім, осындай нәрсе болады, шампунь дұрыс таба алмай жүргенмін, осындай шампуньдер, оның ішінде мынандай құрамдар бар екен, мына бар екен. Бірақ сосын Қытайға барып келіп едім, осындай керемет шампунь сол жерден таптым деп осылай кішкене мәселені басында айтып, ары қарай жеткізсек жақсы болар еді. Біз просто сразу айтып отырмыз, қандай өнім не бар, күшті таптым деген сияқты, и одан адам сразу түсінеді, мынау бұл жақта сатып жатырмызды. Прямой сатқаннан адамдар қашады. Шаштың сынуы деген проблемалардың шешімі ғой, барлығы табиғи заттардан жасалған. Солай бастаңыз, иә? Солай істеңіз. Жаңа айтқандай сияқты. Гүлнара, біз либо СМР полностью басынан бастап соңына дейін жасаймыз, либо вообще жасамаймыз. Мынау біз басынан кішкене бастадық та, сосын АСМР болып кетті. Еще АСМР жасаған кезде қатты қысқартуға болады жаңағы моменттерді. Шық деген сияқты осы жерде болу керек сондай. Шық кіргіздік, неттік, жың, сық салдық, шық деп салып жібердік. Бұның барлығын қысқартып жіберуге болады. Гүлнара, бұның алдында, білейін, 2-ші выпускта ма, 3-ші выпускта күшті видео болған. Достар жаңағы не туралышы, какой-то внутренний кондиционерға ұқсайтын да, үйге қойып қоятын тоже мынаған ұқсайды, әппақшы. Вот сол сияқты жасаңызшы. Соны қайталап көріңізші, ана выпускта, білмеймін, қайсында қойған мен уже. Солай жасаңызшы, айтып, түсіндіріп, там қыздар, достар болсын, там увлажнитель воздуха дұрыс таба алмай жүр едім, осы кезде қатты ыстық кезінде қатты керек нәрсе болды. Увлажнитель воздуха вообще қандай мәселені шешеді мен өзім білмеймін, соны айтсаңыз басында жақсы болар еді. Соны кішкене айтып нету керек бұл жерде. Ары қарай не? Ары қарай. Отдыхаем. Не пойдет. СММ, мобилограф, пригласительные экспертные видео. СММ, мобилограф, пригласительные экспертные видео. Даяшымын, анаумын, гитара ойнаймын, музыка ұнатамын, кино, анандай деп бәрін жазып тастадық мына жерде. Бәрін жазып тастағаннан да бардак болады. Мен бұл туралы айтқанмын, кстати. Мен бұл туралы разбордың біреуінде айтқанмын. Бардак болмасын. Семьямызды қатты көп салып жатырмыз. Мына жақта қарасам, көбінесе семьяны салып жатырмыз бұл жерде. Семьяны салғаннан бізде, хотите, жарайды, личный бренд ретінде өзіңіз семьяны көрсетіп нету жақсы, бірақ ол 5%, 7% ғана болу керек болды, жеткілікті. Мына жерде көбінесе мен көріп отырмын. Табиғат, семья, бала, шаға, мына жақта. Сондай парақша мынау. Бала, шаға, табиғат. Ешқандай СММ мобилограф көріп жатқан жоқпын бұл жерде. А еще СММ мобилограф ретінде неге мынандай өнімді айтып жатырмыз, хит продажи болып. Сіз соны сатасыз ба сонда получается? Плюс еще соны сатасыз. Бардак полнейший. Мақсатыңызды дұрыстап мына жерде анықтаңыз. И сосын дұрыс нәрсені салыңыз. Так, кеттік ары қарай. Контент план қандай бағытта жүруі керек? Біріншісі, ақпараттық. Яғни сіз қандай бағытта... Так, Айдана, СММ мамансыз, иә? Сату эксперті, наставник СММ таргет. Айдана ханым, контент жоспар, иә, жалпы түсіндіру кезде әрбір адам білмейді контент жоспар не екен. Сол себеппен біз басында түсіндіру керек, біз парақшаңызды жүргізген кезде, кейде осы себеппен сіз көп қаралым жинамайсыз және оқырман жинамайсыз. Себебі қарапайым нәрсе сіздерде жоқ. Ол контент жоспар. Контент жоспар деген не? Ол сіздің осындай. Ол қандай көмек береді? Деген сияқты нәрсе. Сол контент жоспарды ары қарай қалай құрамызды кішкене бұл жерде қысқаша айтып жүру керек. А біз просто контент жоспар не үшін керек? Көп адамдар білмейді контент жоспар не екен. Опять жаңа адам сізге келіп тұр, ол білмейді контент жоспар. Не контент жоспар? Все, до свидания, Айдана. Сау болыңыз. Келесі видео қараймын. Болсаңыз, сол бойынша ақпарат беру бағыты. Екіншісі, көңіл-күй контенті. Бағытта сат болса, маған тіркеле кетіңіз. Айдана, еще соңында қап-қара экран. И тұр, ұзақ тұр. Өте қарапайым қателіктер бұл жерде.
Айдана ханым, сіз жүзіміңізді көрсетіп жатырсыз ғой әдемі мына жерде видеоға түсіп. Мынау не? Мынау аватаркадан не нәрсе анау? Дұрыстап фотосессия жасаңыз. Фотосессия жасамайық, жарайды, жасанды интеллект арқылы күшті фотоңызды шығарыңыз, өйстіп тұрғаныңыз өйстіп. Былай. Жасаңыз соны, дұрыстап қойыңыз мына жерге. Мынау не? Кім алады сізден? Кім келіп сізге айтады, блин, Айдана, пожалуйста, менің парақшамды жүргізіп беріңізші, мені үйретіңізші деп. Ешкім айтпайды, даже мынандай аватарка көргеннен. Хотя бы аватарканы дұрыстайықшы. Не мына жақтары қарай. Топ 5. Еще раз. Ананы біз қалай үлгіріп оқу керекпіз? Не деп тұр? Үлгірмейміз басындағы, вообще басында нәрсені біз топ бірдеме фильмов деп тұр ана жерде. Өткізіп жедік полностью. Основатель ары қарай кетті. Просто кинолардың жаңағы аттарын жазып қойдық и все. Не үшін ол кинолар? Окей. Ешкім үлгірмейді жаңағы нәрселерді оқып. Айдана, сіз сату экспертісіз, сіз наставниксіз, СММсіз. Кішкене тағы да білімді арттырасыз ғой деймін, кішкене. Кімнен оқыдыңыз белгісіз бұл жерде. Кішкене дұрыс маманнан оқып, тағы да біліміңізді артыру керек бұл жерде. Өзіңіз СММ маманы, эксперт ретінде отыратын алдында бұндай видеоларды көріп кім келеді бізге? Сол жағынан ойланып көріңіз. 1, 2, 3, 4 цифрлары арқылы неше 3 таңбалы әр түрлі цифрлардан құралған тақ сан құрастыруға болады дейді. Бірінші біз қандай сан құрастыруымыз керек? 3 таңбалы сан құрастыруымыз керек. Орнын жазып ал. Сабаққа кіріп кеттік. Сабақ басталып кетті. Қыркүйекке басталған жоқ, бізде сабақ басталып жатыр мына жерде. Міне. Енді бізге 3 таңбалы тақ. Манас мырза, бұндай нәрселерді түсіндірген кезде басында хотя бы бар ғой айтып жеріңізші. Мынау не сұрақ? Қайдан келеді бұл сұрақтар? Не біз УБТ-ға дайындық па? Математик болып айына 300 000 теңге табыс табу жолын үйретемін. Педагог тренер математика. Кім тіркелу керек бізге? 4 жылдық тәжірибемен бөлісемін, авторлық оқу методыммен кешірім сұраймын, таныстырамын. Кім үшін істеп жатырмыз? Осы секілді теңсіздіктерге байланысты есеп саған да келді. Біз мұғалімдерді үйретіп жатырмыз ба? Или біз оқушыларға арналған ба бұл контент? Мұғалімдер бұл нәрселерді біледі. Әрине біледі. Математика мұғалімі бұл нәрсені біледі. Сіз сонда қарапайым адамнан математика мұғалімін жасайсыз ба? Түсінбей отырмын. Математик болып айына 300 000 теңге табыс табу жолын үйретемін. Скорее всего, сіз мектептегі математиктерге жай ғана жаңағы мектептің зарплатасына отырғанын соларға бірдеме үйрететін шығарсыз. Бірақ бізде контент ондай емес. Біз жай үйретіп жатырмыз, сабақ қой кәдімгідей мынау задача берілген, соны қалай шешеміз деген сияқты. Қатты шатасып отырмын. Түсінбей отырмын. Осы мәселе сізде. Түсінбей отырмыз. Жарайды, біздің мақсатымыз оқушыларды, мысалы дейікші, окей, мысалы, хорошо. Мысалы сізде мақсатыңызда жаңағы математика бойынша маған тіркелсін, үйреніп алады, осындай жаңағы задачаларды қалай олар шешетіні, иә? Түсіндіргенде де кішкене қызықты қылып түсірмейсіз ба, соны айтпайсыз ба? Мынандай сұрақ көбінесе ОБТ-да болады, ОБТ болып жатса. Блин, я не знаю, кімге түсіндіріп жатырмыз? Ну, жарайды, монтаж жағынан қызықты. Өзімізді мына жерге қойдық, мына жақта түсіндіріп жатырмыз. Ол жағынан без проблем, күшті жасалынған. Бірақ кімге арналған бұл видеолар? Осы секілді теңсіз квадрат альфа қосып. Может, сол туралы бірдеме бар шығар мына жерде. Оқушым, ағай сіздің арқаңызда оқушым, міне балаларға үйретіп жатырмыз. Окей, бұл жерден түсіндірдік. Мұғалім бала тәрбиесіне жауап беруі қажет пе? Жоқ. Енді ашып талқылап көрейік. Қараңыз, балаңыз құрылыс саласындағы бір кірпіш болсын. Қызықты тақырыптарға неше түрлі ақпарат беріп жатырсыз. Короче, мына жақтарын кішкене мынаны ойластырыңыз, иә? Жалпы жақсы түсіндіріп жатсыз, бірақ түсіндірген кезде де жай ғана айтпаймыз да. Вот бір күшті математик бар ғой, оның қазір парақшасын мен іздемеймін. Жоқ. Тауып алатын шығармын қазір. Евгений деген қазір тауып көрейінші, соны көрейікші қазір.
Так, Евгений, пожалуйста, бірінші шыға келші. Міне, мынаны көріңізші, мынаныкін, иә? Вот қазір байқаңызшы, осы сізге үлгі болсын бар ғой, қалай бұл түсіндіреді. Здравствуйте, семейная задача. Мать старшей дочери 2,5 раза. Здравствуйте, ну говорите вы, не нужен синус. Ну как не нужен? Ну сейчас я расскажу, зачем он нужен, вы поверите мне. Едете, короче, вы в гору. Ну, вообще, мына парақшаны қарап шығыңызшы. Күшті түсіндіреді мынау. Здравствуйте. Одно ли это тоже? Минус 8 в степени 1/3 и минус 8 в степени 2/6. Мы знаем, что... Так, ну, мынау енді үлгі ретінде прям видеосы емес. Был арбуз с массой... Ну, күшті неше түрлі мына жақта задачаларды береді. Мына задачалар еще бір жағынан да кішкене простой адамға көрген кезде де қызықты болады да, жай оқушыға ғана емес. Осы парақша сізге кішкене үлгі ретінде болсыншы, көріңізші мына жерде қалай түсіндіреді. Сол, так, кешірім сұраймын достар, мына жаққа шығып кеттім енді. Жаңағы парақшаны көрсету үшін. Күшті түсіндіреді жаңағы жігіт. Мұғалімдерге өте керемет үлгі жаңағы. Так, ары қарай кеттік бізде келесіне. Так, мынау математик болды. Магазин Kingsman Shop объявляет грандиозные скидки. На все футболки минус 30%. Например, если эта футболка стоила 8 тысяч, теперь она стоит 5600. На все спортивки минус... Так, жай сатып жатырмыз. Мужская одежда. Просто так прямой сатып жатырмыз. Вот айтыңызшы, образдарды көрсетіңіз. Қандай образдар неше түрлі бар? Мен бір рет Рилста менде рекомендацияға шыққан бір видео. Сіз анандай депутаттар сияқты киінетін бар ғой, тура сондай стильді қазір сізге көрсетейін бе деген сияқты кетеді ары қарай. Даже осылай сөйлеп тұрады, анандай депутаттар деген сияқты, ой, мынау деген ана жақта жүрген жігіт деген сияқты сөйтіп, мынау ана жақта серьезный человек деген сияқты. Сол киіп алған сияқты, сондай киіңіз келсе, міне көрсетейінші сізге мына образ, міне қараңыздаршы деп солай көрсетеді. Кішкене сондай индивидуальный нәрсе жетіспейді. Сондай нәрсе жетіспейді. 12 мың оқырманыңыз бар. Қалай жинадық оның барлығын? Таргет жіберілген. Атып жерген видеолар бар ма? Тоже таргет. 26 мың. Тоже таргет. 43 мың. Тоже таргет. Таргетке көп жібереді екен сіздер. Таргетке жіберді. Мне кажется, 12 мың оқырман неден келген сияқты? Гифтен келген сияқты. Гифке қатыспаймыз, достар. Магазин Kingsman. Кеттік ары қарай. Бет терісінде проблема болса, неше түрлі прыштар, қарадақтар шыққан болса, біздің скрабты қолдануға кеңес беремін. Бұл скраб сіздің бет... Ну, опять, барлықтарыңызға кім осындай өнімдерді сатқысы келеді, сразу прямой сатып жереміз, и все. Прямой сатпаймыз. Жаңа ғана айтқандай, біз айтамыз, бет терісінде осындай проблема бар. Көбісінде болған, менде де кезінде сондай проблема болған. Шешімін іздейін деп жүргенмін, ар жаққа бардым, ар жақта болдым, мынандай өнімдерді көрдім, ешқандай нәтиже болған жоқ. Бірақ бір күні отырсам, осындай өнімді маған құрбым айтып жерді. Мынандай өнімді көрші, осындай өнімді істеп көрші, нетіп едім. Сонымен де оғанға сенген жоқпын. Бірақ сосын істегенде вот осылай. Осылай түсіндіреміз. Осылай айтамыз. Просто так бірден былай прямой сата салмаймыз. Достар, мен неге тезірек қазір кішкене кейбір видеоларын өтіп жатырмын? Себебі қатты көп ұқсас видеолар шығып жатыр да, мен қазір ұзақ айтып жатсам, не өткен выпусктарда айттым, дәл сол нәрсе қайта айтқым келмейді. Просто сол выпусктарды да қарап жеріңіздер. Оқымайды ананы ешкім. Не мынау? Что должно быть в уходе? Крем для умывания. Оқымайды мынаны ешкім, оқымайды. Жазып тастадық. Не? Біз қанша сөз? Санайықшы, қанша сөз бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 сөз бар. 15 сөзді адам неше секундта оқиды? Сіздің ойыңызша. Көрейікші. 1 секундтың ішінде. Да? Ну, 2 секунд жарайды. 2 секундтың ішінде, мына жақта вообще 30 сөз ғой деймін. Оқымайды ешкім, оқымайды. Опять, өте қарапайым нәрсе. Шығамыз, түсіндіреміз, айтамыз, не нәрселер мынау. Қалай бұл көмектеседі, жағамыз, жағып тұрып, сөйлеп тұрамыз. Шығыңыз. Көрсетіңіз өзіңізді. Бұл ешкім қарамайды оны. Кеттік ары қарай. Сетевой бизнеске келдік. Все.
сетевой бизнестің артықшылықтары қандай? Мысалға, сіз бір жерге тойға дейік барғыңыз келді. Ол үшін жұмыста отырып, сіз жұмыстан сұранасыз. Яғни сұранған кезде немесе сіз жалақыңыздан айырыласыз, немесе сіз демалыс күннен ол бір күнді ұстап қалады, иә? Ал сетевой бизнеста сіз кез келген жерден Ерке ханым, барлығы кім сетевой бизнесмен айналысады, сіздерге точно контент жүргізген кезде сетевой деген сөзді мүлдем алып тастау керек. Себебі адам сетевой деген естіген кезде ода сразу негативтік ой кетеді. О, все понятно, мынау анандай сетевой бизнес қой деген сияқты. Солай кетеді. Сізге басқаша ретінде түсіндіру керек. Сізге қандай жұмыста жүрсіз, не істеп жүрсіз, қандай сізге пайда болып жүр, сізге де сондай нәрсені үйрете аламын деген сияқты нәрселермен солай ойластырып көру керек. Сетевой немен жақсы деген сияқты. Қиын болады көп қаралым жинау. Біз прямой айтып жатсақ, сетевой бизнес неге жақсы деген сияқты айтып жатсақ. Ну, опять, как всегда, сетевой бизнестерді көп адамдарды көрсем де 70% болып бітеді ғой семейный контент. Так, не бар тағы да. Раз, два, три, посмотри. Короче, сетевой бизнес туралы айтқанмын. Бір комментарий көргенмін. Мен бір комментарий көрдім, жаздыңыз, сетевой туралы аз жаздыңыз ғой. Вот қазір мұқият тыңдаңызшы, кім сетевой бизнесте бар. Сетевой бизнесте сіздер жеткізу керексіз, неге сетевой бизнеске кіргеніңізбен қалай өміріңіз өзгерді, қандай ақша тауып жатырсыз, қандай көп ақша тауып жатырсыз, қандай сіз жаңағы обществода жүрсіз, не бұл жақтан пайда, қандай пайда шығып жатыр, осының барлығын шығарып түсіндіру керек. Себебі адам сетевой бизнеске кіргендерде бір мәселелер шешіледі кіргенде. Обществоға шығып, жаңа отырасыздар ғой стөлде. Мынандай неттім, мынандай сен қанша командаңда қанша адам жинадың деген сияқты сөйлесіп отыру, ол да бір мәселе шешіледі. Обществоға шығу, декреттегі аналар сондай обществоға шығысы келеді. Соны да көрсету керек мысалға. Сол қалай күшті там құрбы болып кеттік, сол жағынан да көрсетсеңіз жақсы. Ақша қанша таптыңыз, это точно, это номер 1 почти. Қанша ақша таптыңыз бұдан. Қандай өміріңіз қалай өзгерді, соның барлығын шығарып, осылай көрсету керек. Осындай ақпарат сіздерге айтамын. Мен өзім қатты ұнатпаймын сетевой бизнесті, бірақ мен білем, что сетевой бизнеста үлкен жетістіктер болады. Менің двоюродный сестрам бар. Сол жоқ, двоюродный сестра емес. Кім еді? Двоюродный братымның әйелі. Сол, короче, кәдімгідей Мерседеске шыққан. Сонымен де сөйлескем, кәдімгідей сетевой бизнеспен Мерседеске шықпан. Сіздердің өзіңіздің бір аудиторияңыз бар. Аудиторияңыз. Шығуға болады. Бірақ соның барлығын дұрыстап көрсету керек бұл жерде. Команда жинау үшін дұрыс жеткізу керек бұл жерде жаңа айтылған нәрселерді. Сол жағынан ойланыңыз. Бірақ камераға күшті сөйлейсіз, күшті түсіндіресіз, ол жағынан вообще без проблема жоқ. Ну опять, мобилографтар, видеографтар. Мынау примерно мобилографтардың видеосы. Мына жерде ешқандай вау эффект көрген жоқпын. Мынандай бар ғой нәрселерді мен білем қазір. Мынау қатты рекомендация шығып жатса, комментарий кетеді. Ой, мынандай 5 жастағы бала түсіре алады ғой деген сияқты кетеді. Вау, ештеңке болған жоқ бұл жерде. 5 жыл бұрын бұндай, 6 жыл бұрын бұндай салсаңыз қызықты болушы еді. Қазіргі кезде бұндай нәрсемен сіз қатты назар аудартпайсыз. Мобилографтарда қатты көп тұрмай қойыншы, мен постоянно бірақ нәрсе істедім. Бұлармен отырысқа барғанда арасында ең толығы мен секілді деген сенде комплекс бар ма? Менде 2017 жылы класстастарымызбен отырысқа барғанда дәл солай өзімді общий фотодан қарасам, арасындағы ең толығы мен екенін көріп, түсініп, 2017 жылы... Супер, күшті басталып жатыр, динамика бар, күшті мәселені аштыңыз. Менің ойымша көп адамдарда бұндай мәселе бар. Жақсы түсіндіріп жатырсыз, фотоны қойдық, пока бәрі жақсы. Мен артық салмағымнан арыламын, фигурамды шығарамын және ең әдемісі мен боламын деп шешім қабылдаған болатынмын. Дәл солай мен секілді комплексовать етіп жүрген қыздар, келіншектер ары қарай сатып жібереміз ба? болса, менімен бірге фигура жасауға сені шақырамын. Сатып жердік. Жанат ханым, сатып жермейміз. Жанат ханым, сізде проблема жоқ қой? Мен айтқанмын, білем, мен осындай аккаунттарға жасамаймын көп разбор. Бар сізде, қаралым, көрдім жаңа.
қайда ана 471 мың қаралым, әне 750 мың болды құладым деген кезде Аллах тағала жарайды, сізге лайфхак. Мына видеоны аламыз да, кішкене өзгертеміз, звукты өзгертеміз, монтажын өзгертеміз де тағы бір рет саламыз. Страшно көп қаралым жинаған видеоңызды тағы бір рет салып жіберіңіз. Сізге лайфхак. Бәріне лайфхак. Кімде видеосы өте көп қаралым жинады, 500 мың болсын, 400 мың болсын, дәл соны видеоны аламыз да, келесі күні емес, енді бір 2-3 апта өтсінші, тағы да видео салып болғаннан кейін тағы бір рет салып жібереміз бұндай видеоны. Сосын сатып жібермейікші, пожалуйста. Жанат ханым, түсіндірейікші, айтайықшы. Сатпаңызшы, просто айтыңызшы, сторитейл жасаңызшы. Осылай істеп едім, былай нетіп едім, олай деп едім, нетіп едім, сөйтіп едім, бүйтіп едім, сөйтіп едім. Күшті болды. Все. Өздері ғана келеді сізге жазады. Өздері ғана сіздерге директке жазады сосын. Тіркеледі. Сіз сосын ұсынысты стористі жасап жібересіз. Бұлармен отырсыз. А так сөйлеу жағынан басында вообще супер болды. Бәрі жақсы болды. Күшті мәселені шығардыңыз, бірақ аяғында сатып жібердік. Егер жұмыс істеуден шаршасаң, хочем сирек ал. Ойын-сауық контентке мен жасамаймын. Димаш ініміз міне қанша видео түсіріп жатыр. Димаш жассын енді. Тағы да түсіре бер. Не деп айтамын енді? Сен маған көп рет жаздың директке. Қашан менікі шығады, менікі шыға ма, ағай, менікі шыға ма деп. Не деймін енді? Жаңағы видео қызықты, окей, тағы да түсір тағы да. Тағы да кішкене қызықты ретінде түсіріп көр. Сабағыңды бітір, университетке бар, видеограф болғың келсе, бұдан да мықты видео түсіруге тырыс. Мықты кім мобилографтар қандай видео түсіріп жатыр, сондай видео түсіруге тырыс. Димаш, түсіре бер ары қарай, түсіре бер, мықты видеолар түсіре бер ары қарай. Қызықты мынау енді кішкене ойнап көрдік, бірақ тағы да осындай 100 видео түсіріп шықсаң, тәжірибемен сен ары қарай мықты боласың. Тағы да түсір, ары қарай тоқтамай-ақ қой. Жаңа идеялар шығып жатыр ма? Жасай бер. Просто Димаш, сен өте жассың, саған қазіргі кезде қысқа уақытты тез дамып кететін деген жолға қарама. Просто экспериментер, кайф болсын саған. Білейін, мынандай түсіріп көрейінші, андай түсіріп көрейінші деген сияқты нәрселерді жүр осылай нетіп, мынандай идеяны жасап көрейін деген сияқты. Бірақ дамуға да ұмытпа, менің өткен видеомнан келесі видеом бұдан да мықты болу керек деген сияқты мақсатты қойып алып та ары қарай жасай бер. Все, кеттік. Олар тек саған мейірледі, себебі тек сені сүйіп еді, сен үшін сұлу. Так, көйлек жаңа өзен. Мына нәрсені қазір үйге арналған нәзік көйлек дегенді лучше мына жерге жаза салыңызшы. Себебі мынаны көрген кезде адамдар пока түсінбейді, не шығып жатыр, айланып жатыр. Сіз осы жерге жазып қойсаңыз субтитрімен үйге арналған нәзік көйлек деп жазып қойсаңыз, сонда адамдар сразу түсінеді. Аха, мынау көйлекті көрсетіп жатыр. Так, көрейікші не көйлек деген сияқты. Хотя бы солай назар аудартылады бұл жерде. А так жақсы, үйде көрсетіп жатқанымыз о жағынан жақсы. Так. Не бар мына жақта ары қарай? Жақсы, в принципе, бірақ бірдеме жетіспей тұр да бұл жерде. Сценка жасау керек. Ойын-сауық ретінде бір прикол жасап көру керек бұл жағынан. Жай ғана көріп отырмыз. Жай ғана көйлекті көрсетсек, сразу қаралым болмайды екенін түсіндік. Сол себеппен бірдеме қосу керек тағы да ары қарай ішінен. Кешіріңіз. Сөйлесіп көріңіз, түсіндіріп көріңіз. Не, мынандай көйлегіміз бар. Мына жақта түсіндіріп жатырмыз ғой деймін. Егер ұнатқан болсаңыз, алатын ойыңыз болса, сразу жазып. Егер ұнатқан болсаңыз, алатын ойыңыз болса, сразу жазып алып қалыңыздар. Бұл көйлектер сразу өтіп кетеді. Неге біз бастап жатырмыз? Егер ұнап қалса деп. Как будто видеоның басы жоқ сияқты. Түсіндіріңізші, міне мынандай көйлек, осындай болып жатыр деген сияқты. Бірақ өте қысқа, ұзақ керек емес. Адам сразу түсінді не көйлек екенін. Өте қысқа, 10 секундтың ішінде, 12 секундтың түсіндіреміз де болды. Жаба саламыз. Кеттік ары қарай дальше. Сәлем, менің есімім Балнұр, жасым 24-те. Балнұр, бәріне пофиг сіз кім екеніңізді.
22 жасымнан бастап декретте үйде отырып бизнес бастауға шешім қабылдадым. Ауылға тұрмысқа шыққандықтан бастапқыда оңай болмады. Бірақ Балнұр, вот даже бар ғой, басындағы менің есімім мынау 24 жаста дегенімді алып тастасаңыз и сосын бастасаңыз уже видеоңызды, уже назар аудартылады бұл жерде. Ауылда жүріп, мынанша там ақша тауып, ауылда жүріп қазір тауар сатып, осынша ақша тауып жатырмын десеңіз, сразу назар аудартады бұл жерде. Жаңа бір өзгеріс әкеле алғаныма сенімдімін. Бизнесімді Қытай сайттарынан дропшиппинг арқылы заказ алып, тегін сыйлық ұтып алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Қытай сайттары ауылда жүріп бизнесті қалай бастағаным қызық болса, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сәлем. Да. О, распаковка. Ну, Қытаймен бизнес жасау бізде ең алдымен өзіңіз бизнес жасап, вот мен байқадым бар ғой, байқадым, кейде адамдар Қытаймен бизнесті үйреніп алады да, и сразу біреулерді үйретіп кетеді бар ғой. Өздері Қытаймен бизнес бірінші дұрыс жасап алмай, ақшасын дұрыстап нетіп алмай, дұрыстап бір табысқа шығып алмай, 5-6 товарды сатып алады да, көрсетеді де, и сосын айтады, міне товармен өйстіп шығуға болады деген сияқты кетеді. Байқадым, көбінесе солай істейді. Сіздердің араларыңызда сіздің мықты конкуренттеріңіз, олар кім? Олар Қытаймен действительно үйреніп алды кезінде, бизнес жасап жатыр, 1-2 жыл, 5 жыл, сосын ақшасын көтерді, машина сатып алды, үйін сатып алды, солар сосын арғарай сол жағын көрсетіп, сіздерді үйрете аламын дейді. Соларға точно адамдар жүгіріп барады, алады. А біз көрсетпесек ондай нәрселерді, өте қиын болады бізге адамдарды арғарай үйрету. Шынымен де. Совсем үйретпейсіз деп тұрған жоқпын, бірақ өте қиын болады. Сол себеппен Қытаймен сіз үйреніп алдыңыз ба? Бірінші алдымен өзіңіз кішкене товарды заказ жасап, табысқа шығып, соны көрсетіңізші. Соны көрсетіңіз, міне қараңыз. Бірақ товардан емес, бір видеода бір товарды постоянно көрсете бермейміз. Мына жақта посуда заказ жасап көрдім. Айкер деген күшті мықты блогер бар сол салада. Соны көріңізші, неге адамдар соған барып сатып алады. Себебі ол уже неше түрлі бизнес жағынан мықты дамыған, уже Қытаймен бизнесті қалай жасайтынын біледі. Қаншама жыл, бұл жанама емес достар, мен просто ұнатам сол парақшасын. Сол қаншама жаңағы тауарларды сатып, күшті табысқа шығып, соның бәрін көрсетіп жатыр. А сіздер аласыздар да, бір жерден курсты сатып аласыздар да, соны үйреніп алғаннан кейін сразу бірді үйретіп кетесіз, солай арғарай кетіп қалады. Ол мен қолдамаймын ондай нәрсені. Сатып жатсаңыз, пысық болып жатсаңыз, керемет, жасай беріңіз арғарай. Без проблем. Клиенттер жүгіріп келе жатса, жасай беріңіз, окей. Бірақ бізде де өзімізде де кішкене тәжірибе болу керек қой. Бұл барлықтарға арналған, кім сатып жатыр. Бірақ Балнура, мен бұл жерде сізді тоқтатқым келмейді. Жасаңыз, товарды сатып алып жатсыз ба, арғарай сату үшін күшті жағын көрсетіңіз. Айкер сияқты көрсетіңізші содан. Вообще содан курс ала салыңызшы, шын айтам бар ғой. Жаңағы товардың бизнес бойынша. Көріңізші қалай ол сатады. 95. Когда ты слишком шумная для намазхана и слишком праведная для намазхана. Біздің товарымызға сәйкес емес видеомыз шығып кетті. Неше түрлі мықты өнімдер алып жатырсыз ба? Соған распаковка жасап түсіндіріңізші. Мынандай күшті жасадым, мына скрибок. Шашты тазалайтын топ щетка. Көрсетіңіз қалай бір жай ғана распаковка ашып, жарты сағат оны ашып нетіп жатпаймыз. Сразу айтамыз, қыздар, мен керемет мынандай нәрсе таптым. Осындай нәрсе тауып едім, осылай нетті. Мынандай мәселені шешіп берді. Ұзақ уақыт болды осы мәселемен жүргеніме. Былай нетіп едім, осылай қараңыздаршы, керемет нәрсе. Заказ жасағыңыз келсе, маған жазып жіберіңіз, мен сізге сатып жіберемін деген сияқты. И все. Надеюсь, бізде осындай әрбір распаковканың ішінде біз ары қарай сатып жатқан жоқсыз. Сізде осындай бизнеспен айналысып табысқа шығамыз деген. Сәлем. Все, кеттік ары қарай. Так, кішкене аз видео қапты уже. 54 минут. Тағы 2 видеоны қарай салайық та, осымен тоқтатайық. Получается, бізде, в общем, 5 выпуск болады. Так, қайда біздің видеомыз? Міне. Күйеуім көзге шөп салуы.
баланың жиі ауруы, ата-енемен қарым-қатынас, ақша бірде бар, бірде жоқ. Сен де тура сол халде жүрсің бе? Оның шешімін білген кезде комментарияға кез қойып. Жанар ханым, менің разборларымды қарап шықсаңыз, сіз уже білесіз, сізде қандай мәселе бар. Күшті бастадыңыз, неше түрлі мәселелерді бастадыңыз, бірақ жалғастыру керек. Просто так былай болмайды, болмайды просто так былай. Сіз қаралым жинай алмай жүрсіз ба? Парақшаңызда көп оқырман жоқ па? Сіз өнім салсаңыз, ешкім сатып алып жатқан жоқ па? Менің комментарийіме жазып жіберіңіз. Олай келмейді маған ешкім. Олай айтады, Елдос, сен қума давай. Сау бол сен. Ашыңыз, айтыңыз, сторитейл жасаңыз, неше түрлі. Сіз сияқтылы аккаунттар көп өтіп кетті мына жерде. Асықпай қарап шығыңыз. Дамығыңыз келсе, действительно дамығыңыз келсе, бірінші выпусктан бәрін қарап шығыңыз. Көп өзіңіздің қателіктеріңізді басқаларында табасыз бұл жерде бар ғой. Просто бұндай өте қарапайым нәрсеге жаңағы айтып шыққанмын. Ашылу керек, тақырыптарды ашып, жеткізу керек. Психологсыз, коучсыз, трансформатор, неше түрлі нәрсесіз. Психолог ретінде ашыңыз. Неге? Жаңа ер адамдар қалай дейді, шөп салады дейді ме, қалай көзіңізге шөп салады дейді ме, қалай неге солай істейді, не себеппен олар солай істейді? Отырып интервью беріп жатқан сияқты микрофоныңызды қойып қойыңыз да айтыңыз сол жерде. Асықпай айтыңыз, барлығын просто айтыңыз, сатпаңыз сонда, просто айтып шығыңыз. Пайдалы ақпараттармен берісуге аямай берсе беріңіз, тура бар ғой. Бере беріңіз. Let's go дальше. Ұсақ түйек деп ағылшынша қалай айтамыз? Егер ағылшын тілі үйренушісі немесе үйретушісі болсаңыз, осы парақшаға жазып қойыңыз. Сонымен ұсақ түйек ағылшынша odds and ends болады. For example, Odds and ends. Okay. I have got a few odds and ends to do before leaving. Сөйлеу жағынан проблема жоқ, күшті сөйлейсіз, күшті түсіндіресіз, бірақ ағылшын бойынша бұл уже үшінші парақша ма? Не деймін? Соларға не деп айттым, тура сол нәрсені сізге айтамын. Шын айтамын бар ғой. Соны істеңіз, қызықты қылып жасаңыз. Жоқ, шынымен достар, ренжімеңізші, осыдан кейін, что менің парақшама аз айттыңыз деген сияқты. Ағылшын бойынша мен 4 парақшаны айттым. 4 па баши, 3-4 точно парақшаны. Дәл сол жерде не деп айттым, сізге де 100% арналған. Выглядишь как казино. Я сильно задолжал, но... Не деймін. Так, сен енді тастап кетпе, мынандай менің реакциямнан кейін мобилография, видеографтың тастап кетпе. Мен қаншама нәрсе айттым мобилографтарға, видеографтарға, ұзақ айтпаймын, мықты түсірші, мықты нәрсе жасашы. Мынау, сен бірінші күні түсіріп жатсаң, керемет. Жарайды. Екінші күні түсіріп жатсаң, өмірінде екінші күні бастадым мобилографияны, міне видеоны қарап жүрсеңіз десеңіз, окей, жақсы, керемет. Екінші күніге бұл жақсы. А так, общий планда мобилограф, видеографтың арасында мынау онша емес видео енді. Бұдан да мықты түсіру керек. Сен досым, атыңда жоқ мына жерде бар ғой, білмеймін сенің атың қалай. Сапар дейді, Сапар. Мына жерге жазып қоймайсың ба? Сапар мобилограф, Шымкент. Видеографпыз ба еще? Неге еще видеографпыз? Камераға түсіресіз ба? Сапар, досым, сен енді көрдің ғой мықты мобилографтарға. Қалай олар түсіріп жатыр, қандай мықты контент жасап жатыр. Сондай жаса, көп қаралым кім жинап жатыр, сондай жаса сен. Давай. Мынандай қой сен. Әкесімен өткізген әрбір сәт ұлы үшін өмір бойы. Достар, мына видео, сосын тоқтататын. И мына видеоларды сосын келесіге қалдырамын. Сонымен разборларымызды бітіреміз. Так, что там не болып отыр, әке? Әкесімен өткізген әрбір сәт ұлы үшін өмір бойына есте қалатын сабақ. Ол сүйуді, сыйлауды, қиындықтарды жеңуді үйренеді. Әке, ол күштің, даналықтың, шартсыз махаббаттың үлгісі. Әке болу, ұлына нағыз ер азамат болу жолын көрсету дегені. Жалпы жақсы. Еще бір, как будто дикторский сияқты айтып отырсыз ба, отбасылық құндылықтар дейді. Некеге тұру алдында нені білу керек, сүйіспеншіліктің 5 тілі, ерлерге
парақшаның мақсаты вообще қандай? Біз бірдеме ары қарай сатамыз ба, или просто так қаралым санам, жай өзім там қаралым саным жинағым келеді деп жатса, не знаю. Ну даусыңыз күшті бұл жерде. Жақсы нәрсе айтып жатырсыз. Мен кішкене әке бойынша видеоны кішкене өзгертуші едім, артына қоюшы едім, кәдімгідей жаңағы тиктоктан болсын, басқа жерден видео бар ғой, там әкемен ойнап жатады ғой, күшті. Сондай прям жаныңа кіретін сондай біз видеоларды қойып жатсақ жақсы болушы еді. А так просто, қатты көрінбейді анау әкемен бала ойнап жатқан. Сондай кадрлар қойсақ жақсы. Я не знаю, мынаның мақсаты неде? Отбасы құндылықтар, просто отбасы құндылықтар. Сілтемеге басайықшы, не мынау? Тиктокқа ары қарай кету. Парақшаның мақсаты неде? Просто так қаралым жинау, просто так жай өзім үшін жинам нетіп жатсаңыз, тағы да бұдан да кішкене қызықты қылып түсіріңіз жасаңыз. Білмеймін мен, маған өте қиын мақсаты жоқ парақшаларға разбор жасау. Себебі сізбен қасыңызда отырып мен сөйлесу керекпін. Бәрі не үшін істеп жатсыз? Ары қарай қандай мақсатыңыз бар деп. Сол жерде түсінуге болады. Сол жерде түсіндіре аламын мен. Не үшін бұның барлығы. Давайте соңғы видео. Кеттік ары қарай. Қайырлы күн Қызылорда қала тұрғындары. Бүгін бізде кілем жуу орталығымызға кішігірім обзор. Бұл бізде шаң қағу оборудованиеміз. Шаңды қақпай, кілемді жуғаннан ешқандай результат болмайды, естеріңізде болсын. Сіздер себебі Кілем жуу оборудование, я? Мойка ковров Қызылорда, кілем жуу. Сіз олай айтпай қойып еще прям көрсетпейсіз ба? Түсіндіргіңіз келеді ме? Қарапайым шолу жасағыңыз келеді ме? Көрсетіңіз. Істеп тұрып көрсетіңіз. Міне, достар, шолу жасағым келеді, мынандай кілем жуудың қараңызшы, осындай. Негізі оборудование туралы айтқым келеді мына жерде. Бұл презентация еместі, бұл ондай адамдарға арналған сияқты, ойбай, міне күтіп отыр менде оборудование, шолу, все, міне сендер күттің деген сияқты нәрсе емес бұл. Кадрлар қосыңыз арасында жаңа оборудование. Қайырлы күн Қызылорда қала тұрғындары. Шығып кеттік. Короче. Мына разбордың барлығын қазір көріп шықсаңыз, уже түсінесіз. Жаңағы видео неге дұрыс емес екен. Қайда біздің кілем ба? Мынау ма? Қайырлы күн Қызылорда, бізде кілем жуу орталығы. Сіздің жұмсақ болып, және 100% кеу. Реально, ұзақ бір презентация жасап отырмыз, кәдімгідей. Тез айтылатын нәрсе, тез істелінетін нәрсе. Центрифугада бізде 90%-ға суының барлығы кетеді. Содан кейін сушильный комнатаға салатын боламыз. Мынау не кадр? Бәрі күтіп тұрмайды сіз жақындағаныңызды. Четко, резко айтамыз. Қайырлы күн достар, сіздерге қазір мен біздің оборудованиемізге шолу жасап беремін. Неге? Себеппен сіз оны деген сияқты көрсетеміз. Мына оборудование негізі осылай істейді, қараңыздаршы, өйстіп айланып тұрады. Ол не оборудование? Ол осы үшін арналған. Сосын мынандай нәрсе бар, ол мына жерде былай істелінеді, кадрмен көрсетеміз. Асықпай, бұл жерде ешкім күтіп отырған жоқ. Бәріне прям қатты қызық емес. Қызықтыру үшін, сол үшін динамика жетіспейді бұл жерде. Шолу жасағыңыз келеді ме? Дұрыстап шолу жасаңыз. Тез динамикамен тез жеткізіп, айтып, көрсетіп деген сияқты. Керексіз кадрлар, өте көп керексіз кадрлар. Кім түсіріп жатыр? Мобилограф түсіріп жатыр ма? Надеюсь, мына жерде мынандай қорқынышты ақпараттар бар ма? Кілемді сіз көп уақыт жумасаңыз, ол жерде мынандай нәрселер болуы мүмкін. Ол там мынандай ауруға да жеткізу мүмкін деген сияқты. Сіз ол кілемде жатасыз, нетесіз. Сіз мүмкін просто пылесоспен жуып шыққаннан кейін, пылесоспен нетіп жасағаннан кейін ойлайсыз, ол таза екен. Жоқ, на самом деле оның ішінде мынандай еще микробтар жүреді деген сияқты. Сондай контент бар ма екен бұл жерде? Соны да қосуға болады мысалға. Короче, достар, рахмет. Кім 1 сағат 1 минутқа дейін жетті. Рахмет сіздерге. Блин, страшно көп эмоция мен көп энергия алады бұл нәрсе. Соңына дейін көрсеңіз, просто комментария жаза салыңызшы. Мына выпуск прям қатты шаршап кеттім, шын айтсам. Қатты шаршатып жерді. Бүгін тағы да сразу екінші выпусқты түсіре салайын деп едім, жоқ, оны ертең уже бірақ түсіремін. Вот, короче. Үйреніңіздер, қараңыздар, айтылған нәрсенің бәрін істеңіздер. Всем пока.